Мен сіздерге қарапайым мысал келтірейін. Өздеріңіз білетін нарықтағы биогруп базис компанияларында разнорабочий жұмыс жасау зарплат 300 мың теңге болады. Бұны 25 күнге бөлетін болсақ 12 мың теңге. Күніге 10 сағат жұмыс жасайтын болса, сағатына 1200 теңге төленеді. Бірақ тура осы жұмыс жасап, тура осы темппен, осы энергиямен жұмыс жасап жүрген менің Австралиядағы клиенттерім сағатына Австралияда $30 табыс табады. Ол сағатына төленетін сумма 343 теңге. Бұл австралийский доллар қазіргі курспен. Сонда бір сағатта 10.290 теңге жұмысына жазылатын болады. Бұны 10-ға көбейтеміз. Яғни бір күнде тура сол сағат, сол уақытпен 102.900 теңге ақша табады. Көбейтеміз 25. Яғни айына 2.572.500 теңге табыс табады. Бұның 572.500 теңгесі шығын болатын болса, 2 миллион теңге табыс табады. Байқасаңыздар, бұл жерде сол жұмыс, сол уақыт, сол энергия, бұл жерде тек қана басқа мемлекет болғаны үшін айлық табыс теңгемен емес, доллармен төлеген үшін менің клиенттерім дәл қазір Австралия елінде таза 2 миллион теңгеден жоғары табыс тауып жатыр. Егер де сен де сол елге барып, жақсы табыс тапқыларыңыз келетін болса, бізге жазыңыздар. Біз сіздерге бастан аяқ толық консультация беріп, визаларыңызға және жұмысқа орналасуларыңызға көмек беретін боламыз. Все, сәттілік.